Жаныңдағы жанашырыңды сенің бар қатеңді кешіріп, саған қамқорлық танытқаны үшін оны алақаныңда аяла. Өйткені өмір бізді ондай адаммен бір-ақ рет жолықтырады. Ешқашан біреудің өткеніне күлмеңіз, өйткені сізде өз болашағыңыздан бейхабарсыз. Өмірде қандай жағдай болмасын, адамдық қалпыңды сақтауды ұмытпа. Айналаңның бәріне құрметпен қара. Мейлі сені ренжіткендер болса да, сонда сен басыңды тік көтеріп жүретін боласың. Өзгеге істеген жақсылығың да, жамандығың да міндетті түрде өзіңе қайта оралады. Бұл ешқандай да жаза да, сый да емес, бар болғаны әлем солай жаратылған. Бір адамнан жылылық күтіп, өмір бақи қиналғаннан гөрі, онымен қоштасып, бір рет қана қиналған артық. Бақытты болғың келсе, адамдар мен дүниеге байланбай, мақсаттарыңа қарай қадам бас. Өмір баспалдақ тәрізді. Биікке шығарда жолыңызда кездескен адамдармен сәлеміңіз түзу болсын. Сонда баспалдақтан қайта түсер жолыңызда өздері сізге қолдарын созатын болады. Адамның нағыз адам болғаны қандай тамаша. Өліміне дейін ешкімді бақытты деп айта алмаймыз. Тағдырдың ең үлкен сыйы жаныңда. Сенің барыңа шүкір дейтін адамның болуы. Я Алла, қиыншылық келсе сабыр менен төзім бер. Бақыт берсең, бағалауды қосып бер. Бір өзіңді ұмытпаған пенденің жүрегіне иман нұрын төгіп бер. Күлейікші, әрқашан күлейікші. Бұл дүниенің қадірін білейікші. Әр күн сайын Құдайға шүкір айтып, бақытты боп жадырап жүрейікші. Қатты уайымға салынба. Бұйырғаннан қашпайсың. Жан аман болса, кез келген қиындықтан өтесің. Мен туралы көптің не ойлайтыны маңызды емес, маңыздысы Аллах разы болса болды. Жаратқан біздің кіммен бақытты болатынымызды біледі. Сондықтан керек емес адамдардан айырып, басқа жандарға қосады. Дүние бір қисық жол бұраңдаған. Бақ тайса, елге дәулет құралмаған. Күніне 99 бәле көрсең, сонда да күдер үзбе бір Алладан. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Қазақ айтады, қызым жақсы болса, бір бақыт. Ұлым жақсы болса, 1000 бақыт. Келінің жақсы болса, шын бақыт. Қазақ әйелін жан жолдасым дейді. Бұл үлкен сөз ғой. Жаны мен жаны үндес, ойы, арманы үйлес, егіз адамбыз дегені ғой. Адамдарға шын көңілден міндет қылмай, жәрдем бер. Бірақ жалқаулары мен еріншектерге емес. Бәріміз кәрілік келмей жатып, бақытты өмірдің дәмін сезінуіміз керек. Бәрі қолайлы уақытты күтеді, ал уақыт ешкімді күтпейді. Адамдар олар үшін істеген жақсылықтарыңызды ешқашан байқамайды. Есесіне олардың айтқанын бір рет орындамасаң, оны ешқашан ұмытпайды. Адамдар барлық нәрсенің бағасын біледі, бірақ құндылығын емес. Сізден өздері сұрамайынша ешкімге ақыл айтпаңыз. Уақыт өткен сайын көргенде шын қуанатын адамдардың қатары сиреп бара жатқанын байқаймыз. Бүгін ешкім істегісі келмеген іспен айналыссаң, ертең ешкім қол жеткізбеген жағдайда өмір сүресің. Егер барлық тыйымдарға мән беретін болсаңыз, онда ешқашан жетістікке жете алмайсыз. Бір кішкентай баладан сұраған екен, кешіру деген не деп? Сонда әлгі баланың берген жауабы: кешіру деген ол гүлдің үстінен қанша таптаса да жұпар иіс шығарып тұруы. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. Өзіңді жаман сезінген жерге ешқашан қайта оралма. Бір рет көмектесуден бас тартқан адамнан қайта көмек сұрама. Бір рет саған қиянат жасаған адамды қайта жаныңа жолатпа. Жетістік кілті: басқалар ұйықтап жатса, оқыңыз. Басқалар қол қусырып отырса, еңбек етіңіз. Басқалар ойнаса, дайындалыңыз. Басқалар тілеп жатса, армандаңыз. Егер кері шегінсең, өкінетін боласың. Сол үшін батылдана алға ұмтыл. Өмірдегі ең маңызды нәрсе басқалардың айтқанына қарамастан өзіңе сену. Артыңнан түкірсе, демек сен алдасың. Сен берілмегенге дейін жеңілген жоқсың. Болашағын қатты уайымдаған адам бүгінгі күннің бақытынан айырылады.
Бүгін уақыт жоқ, ертең көңіл күй жоқ, ал тағы бір күні бізде жоқ боламыз. Ештеңені ертеңге қалдырмаңыз. Қазір өмір сүріңіз. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе. Өмір болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып хақың бар жүгіруге. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе. Мақсатыңды жазып отыр. Көп мақсат алма. Бірнеше мақсат жетеді. Бір мақсатқа жеткеннен кейін жаңа мақсат қой. Бастаған ісіңе айналаңдағылар күле қараса, жетістікке жеттім дей бер. Өз қиындықтарыңды ешкімге айтпа. Себебі олардың 80%-на сенің қиындықтарың қызық емес. Ал қалған 20%-ы сенің қиындықтарыңа керек десең іштей қуанады. Өміріңді басынан бастай алмайсың, бірақ оны басқаша етіп, өзгертіп жалғастыра аласың. Сөйлеуді үйренгенің өскенің, үндемеуді үйренгенің ақылыңның кіргені. Ойланып толғанған адамға ғана ақыл дұрыс жол көрсетеді. Пессимистердің қорқынышы, ал оптимистердің арманы орындалады. Планетадағы әр адам өз ақылымен ойланып, өзгенің пікірінен тәуелсіз шешім шығара білуі керек. Жұмысбастылық пен тиімділікті шатастырмаңыз. Егер мақсатыңызға бір табан жақындатпаса, сіздің қанша нәрсе жасап үлгергеніңіз маңызды емес. Тиімділік дегеніміз атқарған жұмыстарыңыздың саны емес, сапасы. Құлшынысың күшті болуы үшін мақсаттың айқын болуы тиіс. Өзінің не үшін өмір сүріп, не үшін жұмыс істеп жүргенін әрдайым жадында ұстайтын адамдардың мотивациясы жоғары болады. Олар жай ғана әрекет етпейді, өздері үшін маңызды нәрсеге талпынады. Сол себепті мақсатың мен басымдылықтарыңды анықтап алудың мәні зор. Одан соң соған сәйкес әрекеттер мен міндеттерді таңдайсың. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.